ақш пен Иран өткен аптада оқ атуды тоқтату туралы келісімге келген еді. Пәкістанның делдалдығымен өткен келіссөздер туралы Дональд Трамптың айтқан сөздерін тыңдаған адам Иран ақ жалау көтерді деп ойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде жағдай мүлде басқаша. ақш Иранның Хормуз бұғазындағы кемесін тоқтатты. Бұған жауап ретінде ирандықтар ақш әскери кемесіне дрон арқылы шабуыл жасады. Тіпті Иран алдағы келіссөздерге қатыспауы да мүмкін екені айтылуда. Енді бұл Ресей мен Украина соғысына ұқсап кетті. Ресейде Киевті 3 күнде аламыз деп ойлаған болатын. Бірақ уақыт өте келе Ресейдің шекаралас облыстарында адамдар бомбадан қорғану үшін паналарда түнеп, жағдай мүлде басқа арнаға өзгеріп кетті. Саясаттанушы Аркадий Дубнов бұл ерекше жағдайға өте дәл сипаттама берді. Ирандықтар құдды бір қуатты Америка президентін әжуа еткендей, оның қоқан-лоққыларын бумеранг сияқты өзіне қайтара бастады. Парыз шахматы Трампқа ауыр тиіп жатыр, дейді саясаттанушы. Бұл жағдайға бұдан артық сипаттама беру мүмкін емес сияқты, себебі дәл қазір Иран Америка өзіне 1000 есе күшті екенін түсіне отырып әрекет жасап жатыр. Бір қарағанда олар келіссөздерге қатысып ақштың шарттарына келісетіндей көрінеді, бірақ сол уақытта ақштың блокадасына бір кемесін жібереді. ақш оны бомбалайды. Иран болса ақштың авиа тасушы кемесіне дрон соққыларын береді. Иран әрине бұл жағдайларды алдын ала жоспарлады. Қазіргі Иран өкілдері ақшқа қарсы келіссөздер жүргізіп жатыр. Олар белгілі бір созбалы стратегия жүргізіп жатқан сияқты. Осы тұста келіссөздерге басымдық беріп, бірақ басқаша әрекеттер жасайтын Иранның жақын одақтасы Ресей еске түседі. ақш нақты қарсыласпен қалай күресу екендігін біледі. Барлау қызметі жақсы жұмыс істейді. Әскери нысандары анықтап соққы береді. Қаржысы жеткілікті. Техника жағынан да еш қиындық жоқ. Бірақ Иранның чушпандық тактикасымен күресу оңай емес. Оған қарсы нақты формулада, дайын стратегияда жоқ сияқты. Мұны түсінген Иран келіссөздерде мүмкіндігінше уақытты созуға тырысып отырған сияқты. Егер ақш Иранды тағы да бомбаласа, Америка қоғамында Дональд Трампқа қарсы наразылық күшеюі мүмкін. Ал Иран жағында бомбаланатын маңызды нысандар қалмаған. Ал ақш болса Израиль сияқты кез келген объектке соққы жасап, бұл әскерилер жиналып тұрған әскери объект еді деп айта алмайды. Трамптың айтуынша Иранда енді ешқандай әскери қуат қалмаған, бәрі дерлік жойылған. Сонымен қатар Трамп Иран армиясын ашық жау ретінде сипаттамайды. Оның мақсаты Хаменеи режимін құлату, ал Иран халқына қолдау көрсетіп, олардың сеніміне ие болу. Иран үшін уақыт созу ұтатын негізгі бағыттардың бірі сияқты көрінеді. Біріншіден, Иран ішінде билікке айтарлықтай қысым жоқ. Халық үкіметке ашық ықпал ете алмайды. Ал оппозиция қорқыныш жағдайында. Қауіпсіздік құрылымдары қоғамды әлде қатаң бақылауда ұстап отыр. Ал Дональд Трамп шамамен 350 миллион халқы бар ақш қоғамының қысымына тәуелді. ақш қоғамы соғыс болсын, қалағаныңша соғыса бер, деп президентке толық еркіндік беріп отырған жоқ. Осындай жағдайда келіссөздер Ресей мен Украина соғысы кезіндегідей созылыңқы, анық емес сипат алса, бұл көбіне ақштың өзіне зиян әкелуі мүмкін. Жақын уақыттарда ақшта футболдан әлем чемпионаты өтеді. Мұндай жағдайда бүкіл әлемдік қауымдастық ақшқа қарсы көзқарасын күшейте бастауы мүмкін. Қонақ шақырып отырған ел өзі сыртта соғыс жүргізіп жүрсе, бұл оның беделіне қалай әсер ететінін Дональд Трамп жақсы біледі. Сонымен қатар алдағы аралық сайлауларда жақындап келеді. Егер Трамп соғыстың аяқталғанын жарияласа, ол жеңіс деп көрсететін нақты дәлел табуы қиын болуы мүмкін. Соғыстағы бомбалардың жарылуы, әскери нысандардың жойылуы, немесе қарсы тараптың белгілі бір күштері ығыстырылуы, бұлардың бәрі өз алдына. Бірақ бұл әрекеттерді үлкен жетістік ретінде көрсету оңай емес. Жоғарыда айтылған саясаттанушының пікірінше соғыс біртіндеп саяси тұрғыдан қолайсыз жағдайға айналып, оның бағытын басқару мәселесі алдыңғы орынға шығады. Дональд Трамп соғыс басталғалы бері жағдайды толық бақылауда ұстап отырғандай көрінгенімен, шын мәнінде бәрі бір жақты емес. ақш пен оның одақтастары қаншалықты күшті болғанымен, Иран үшін бұл жаңа жағдай емес. Олар үшін мұндай қысым мен қақтығыстар бұрыннан таныс нәрсе. Паршылар кез келген соғыс сценарийінде аман қалудың жолдарын алдын ала қарастырып отырады. Өйткені олар мұндай сынақтарға алғаш рет тап болып отырған жоқ.